кітапханам. Бұнда әр түрлі тақырыптағы кітаптар бар. Менің ең соңғы оқыған кітаптарымның бірі мынау топтама. Бұл шетел балалар әдебиетінің аудармалары. Аударма 9 кітаптан, әрқайсысы 80 беттен болады. Барлығы 720 бет. Бірінші кітап Мюнхгаузеннің басынан кешкен хикаясы. Екінші кітап Нелло мен Патраш. Үшінші кітап Гулливер Лилипуттар елінде. Төртінші кітап Жан Кристоф. Бесінші кітап Харри мен Кәрри. Алтыншы кітап Киш туралы аңыз. Жетінші кітап Асыранды аққу. Сегізінші кітап Бөдене бүйрік шалғын. Тоғызыншы кітап Ағайын Гриммнің ертегілері. Аудармалар ағылшын, неміс, орыс, классик жазушылардан аударылған. Бір қызығы балалар, бұл кітаптар 30-шы жылдары латын әрпінде аударылып үлгерген екен. Достар, ағайынды Гриммдерді, Мюнхгаузенді, Гулливерді тек анимациядан көрмей, көркем әдебиеттен оқыңдар.